Бельгияның Гент университеті қазақстандық оқу орындарымен ынтымақты күшейтуге ниетті. Білім ордасының ғалымдары қазақстандық әріптестермен білім ғылымды бірге дамытып, тәжірибе алмаспақшы. Бұл туралы университет басшылығы еліміздің Бельгиядағы елшісі Роман Василенкомен кездесу барысында мәлімдеді. Қос тарап цифрландыру, жасанды интеллект саласында инновациялық жобаларды жүзеге асырмақ. 2 ғасырдан астам тарихы бар Гент университеті Бельгиядағы ғана емес әлемдегі үздік оқу орындарының бірі. Халықаралық беделі бар ғылыми зерттеу орталығында бүгінде 50 мыңнан астам студент пен ғалым білімін шыңдап, ғылыммен айналысуда. Соның бірі Болыс Сәбитбек, Қазақ ұлттық университетінің түлегі. ақш Ұлыбританияның жоғарғы оқу орындарын тамамдап, әбден шыңдалған. Қазір Гент университетінде ғылыми қызметкер, математик, дифференциалдық теңдеулерді зерттеп жүр. Жасанды интеллект өте қарқынды дамып жатыр. Және дамып жатыр, бірақ математикалық тұрғыда. Ол неге жұмыс жасайды, қалай жұмысайды, ол толық түсінбеген. Қазіргі тағы бір бөлігін, соны фундаменталды түрде, регелді түрде қалай жұмыс істейтінін түсіну. Қазақстанда біз қазір Mirror Lab деп айтады, лабораторияны ашқымыз келіп жатыр. Болыстан бөлек мұнда тағы 2 қазақстандық ғалым тағылымдамадан өтіп жатыр. Екеуі де робототехниканы, жасанды интеллектіні елдегі шаруа қожалықтарына енгізуге күш салмақ. Осы уақытқа дейін отандық 5 оқу ордасымен ынтымақ орнатқан Гент университеті Қазақстанмен академиялық ұтқырлықты әрі қарай бекемдеуге бейім. Былтыр қарашада Қазақстанға алғаш рет сапарлап, елдеріңіздің көзқарасына, амбициясына, әсіресе білім беру саласында қалай дамып жатқанына қатты таң қалдым. Бүгінде елдеріңізбен студент алмасу, бірлескен PhD және қос докторлық бағдарламалары жүзеге асырылуда. Енді ғылыми зерттеуде ынтымақтастықты кеңейткіміз келеді. Сейчас есть конкретные проекты. Қазіргі уақытта серіктестікті кеңейту үшін нақты жобалар қарастырылуда. Мәселен, Гент университеті мен Алматыдағы математика және математикалық модульдеу институты арасында ынтымақтастық орнату жобасы талқылануда. Сондай-ақ болашақ халықаралық бағдарламалары орталығымен бірлесіп, PhD докторанттарды даярлау саласында ынтымақтықты күшейту бастамасы әзірленуде. Қос тарап өкілдері биотехнология, ауыл шаруашылығы, жасанды интеллект, цифрландыру салаларында инновациялық жобаларды жүзеге асырмақ. Сондай-ақ кездесуге жиналғандар елдегі соңғы реформаларды да талқылады. Бельгиялық ғалымдар Қазақстанның ғылым, технология, адам капиталын дамытуға басымдық бергенін жоғары бағалап отыр. Және мұндай инвестиция өз жемісін беретініне сенімді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия.